автомат калашниковты жартылай шашып және жинау біздің бүгінгі жаңа тақырыбымыз. Автомат калашниковты Михаил Калашников тапқан болатын 1947 жылы. 1949 жылы Кеңес одағы автомат калашниковты мойындап іске қосуға және соны қолдануға рұқсат еткен. Автомат калашников туралы қызықты деректер айта кететін болсақ, автомат калашников өте қарапайым, құрылысы қарапайым болғандықтан алғашқы әскери дайындық сабағында өтілген біліктілік, біліміміз сол жеткілікті болған. Өйткені оның бөлшектері шашып жинауы өте оңай. Сол себепті оны бізде арнайы тез жасақ қолдануға, соғыстарға қабылдауға бізге рұқсат етті. Сол себепті бізде қазір 100 миллионнан аса мемлекеттер осы автомат калашниковты қолданады. Тіпті қызық, Африка елдерінде жаңадан туылған балаларға калаш атты есім берілген болатын, автоматтың есімін. Және де автомат калашниковты ойлап тапқан үшін Михаил Калашниковке 1947 жылы Сталин сыйлығымен және Қызыл жұлдыз атты орден ұсынған болатын. Ол орден ол кездерде 150 рубльмен есептелінген. Ол рубльді сол кездерде 10 көлік сатып алуға болатын болған. 10 көлік ол кездерде өте құнды сыйлықтардың бірі. Сонда осындай керемет құрылғы тапқан үшін Михаил Калашниковке сондай үлкен дәрежелер ұсынылған болатын. 2008 жылдарында Ресей Федерациялары Калашников автоматтың бейнесі бар тиындар шығарған болатын. Автомат Калашниковты жартылай бөлшектеу және жинау. Жартылай бөлшектеу және жинау дегеніміз бірінші шашудан бастайық. Ол бізде міне автоматты ең бірінші міне магазинін аламыз. Магазин шешеміз, ол бізде оқтар сақталатын жері. Оқ бізде 30 оқ сыйымдылығы. Екінші бізде предохранительді шешеміз және ішіне оқтап көреміз. Ішінде оқ қалды ма, жоқ па. Үшінші қадам бізде ол пенал. Пенал бізде қару-жарақты тазалап майлауға арналған құралдар. Ол міне бізде 12-ші бөлікте міне бейнеленген. Және бізде төртінші қадам ол шомпыл. Шомпылды шешеміз. 4-5 қадам бізде ол дульный компенсаторды шешеміз. 6-шы қадам бізде крышкасы. Крышкадан кейін қайтармалы механизм. Қайтармалы механизмнен кейін затворный рама с затвором. Затворный раманы шығарамыз, ішіндегі затворный раманың ішіндегі рамасын шығарамыз. Одан кейінгі бізде келесі қадам ол бізде газовая трубка. Газовая трубканы шығарамыз. Міне бұл бізде жартылай бөлшектеу, шашу бөлігі бізде 11 қадамнан тұрады. Және бізде келесі қадамымыз ол жинау. Жинау бізде кері қарай жүреді. Шашқанымызды кері жинаймыз. Міне газовая трубка. Екінші бізде газовая трубка бекітеміз. Үшінші затворный рама. Рамасын ішіне бекітеміз. Затворный раманы өз орнына қоямыз. Содан кейін бізде қайтармалы механизм, обратный механизм. Және 6-шы қадам бізде крышкасын жабамыз. Крышкадан кейін ішін тағы оқтап атып көреміз. Және бізде 8-ші қадамда предохранительді жабамыз. 9-ші қадамда дульный компенсаторды бекітеміз. 10-ші қадам шомпылды саламыз орнына. Және пеналды орнына орналастырамыз. Магазинді орнына саламыз. Бұл бізде жартылай бөлшектеп шашып жинау құбылысы. Бұл бізде тек негізінде армияда, жоғарғы оқу орындарында, кафедрада оқитын болсаңыздар болашақта бұның бәрін уақытпен жасап үйренесіздер.